Кайырлы күн достар, бүгін жапондардың әйгілі десерті моти дайындаймыз. Арнама тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыздар, жаңа видеоларды жіберіп алмаңыздар. Таңқурайды блендермен езіп аламыз. Кез келген жеміс қолдансаңыздар болады, құлпынай немесе жүзім, басқа да жемістер қолдансаңыздар болады. Таңқурайды езіп болғаннан кейін үстіне ыстық су құйып, ситудан осылай өткіземіз. Енді су араласқан шырынды біз ыдысымызға құямыз. Таңқурай қышқыл болғандықтан қант ұнтағын сәл көбірек қосамын. Оған сұйық май қосып, венчикпен жақсылап араластырамыз. Шырынның суыған, салқын болғаны жөн. Оған жабысқақ күріш ұнын қосамыз, біртіндеп қосамыз. Кез келген күріш ұны жарамайды, тек жабысқақ күріш ұны ғана жарайды. Ұнды біртіндеп қосып араластырамыз. Бетін пищевой пленкамен жауып, пышақпен әр жерінен осылай тесіп, бұл массаны су маншасында 15-20 минуттай қайнатамыз. Мен 15 минуттай қайнаттым, және 15 минут қайнағаннан кейін бар бетін ашып, араластырамыз. Су моншасында қайнап болған массаны араластырып болғасын, бетін қайтадан пищевой пленкамен жабамыз, еш жерін теспейміз, суығанын күтеміз. Енді ішіне қосатын салмасын дайындаймыз. Сүзбелі ірімшікке қойытылған сүтті қосып, миксермен араластырамыз. Сүзбелі ірімшікке қант ұнтағын қоссаңыздар да болады, өз қалауыңыз бойынша қосасыздар. Салмамызды кондитер қалташасына салып, тоңазытқышқа қоя тұрамыз. Қамыр суығаннан соң қолымызды және қамыр илейтін жерімізді майлаймыз. Суыған қамырды майланған үстел үстіне қойып, бір илеп аламыз. Өткен жолы мен бұл қамырға эксперимент жасадым, яғни сұйықтау, яғни шырынын көп етіп, сұйық массаны қайнатып, крахмал ұнын сеуіп жасап көрдім, бірақ маған осы қою және май жағып жасайтын осы вариант ұнады. Біз бұл массаны теңдей 6 бөлікке бөлеміз. 8 бөлікке бөлсеңіздер де болады, өз қалауыңыз бойынша бөлесіздер. Осылай қолмен лепешка формасын жасаймыз. Перчатка киіп те, кимей де жасасаңыздар болады, бірақ перчаткамен өте ыңғайлы. Тоңазытқышқа қойып қойған салмамызды осылай ортасына саламыз. Оның арасына құлпынай қоямыз. Құлпынайды салмамызбен осылай бітеп жауып шығамыз. Енді салмамыздың бетін қамырмен осылай жабамыз. Өз қалауыңыз бойынша жапсаңыздар болады. Әр мотиді осылай жасап болғаннан соң, жүгері крахмалы себілген ыдысымызға қойып, тоңазытқышқа қоя тұрамыз. Жүгері крахмалын сеуіп, десертімізді крахмалға аунатамыз. Тоңазытқышқа 1-2 сағатқа қойып қойсаңыздар болады. Мен мұздатқышқа жарты сағатқа қойып алдым. Мінекей мотиді мұздатқыштан шығардық. Құлпынаймен осылай әсемдеп, бетіне ерімейтін қант ұнтағын себелеп шықтым. Салмасы өте дәмді шығады. Балаларыма ұнады. Видео ұнаса достарыңызға поделиться етіп, пікір қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар.
Келесі жаңа видеода кездескенше астарыңыз дәмді болсын.